Hello, children. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Uh-huh. Who is absent today? All of All present. What date is it today? Today Today, October. Let's start the lesson. What is your homework? Our homework was to learn the homework was Yes, learn the news. homework. Who wants to answer? Hands up, please. Кім сұрақтарға жауап береді? Қолыңыз көтеріп. Шарбан. Шарбан, how to translate the word? Деректерді мұрағаттау. архивирование данных, даты, архивинг. How to translate the word? Мұрағаттан алу. Кім жауап береді? Who wants? Апай. Yes. Апай мен айтайыншы. Разархивация, архивинг. How to translate the word? Көп томдық. Мультивал. Ағарке, how to translate the word? Том. Том, volume. Нұржан айтты, иә, бізде? Жарқын, how to translate the word? Компьютерлік желі. Компьютерлік сет, компьютерлік нетірбел. Network, yes? How to translate the word? Дүниежүзілік желі. Дүниежүзілік желі, глобик нетворк, клубная сеть. Global. Аружан, how to translate the word? Топология. Топология. Так, кімдер бізден, балалар? Мен, апай бағым бар. The word? Бума. Бума, папка, фолдер. Азат қызы Аружан, how to translate the word? Файлдық жүйе. Файлдық жүйе. Ағарке, how to translate the word? Өшіру. Өшіру, Удалить. Let's start the lesson. Сабағымыз бастайық. How do you think? What is the theme of the lesson? What do you see on this picture? Балалар, мына суреттен біз не көріп тұрмыз? It is a You are right. You should get it, and over this rebus will be opened our sim. Яғни балалар осы ребусты шешіп арқылы бүгінгі біздің тақырыбымызды ашамыз. Дәптеріңізге тезірек орындап жіберейік. 2 минут уақыт беріледі сендерге. What is it? Бұл не балалар? It is a banana. What is it? What is it? Tiger. What is it? Vaza. What is it? It is a circle. It is a circle. What is it? It is a bus. Бас біледі екенбіз. Онда тезірек орындап жіберейік. Be quick, балалар, тезірек. Бағжан, орындаймыз дәптерге. Антивирус security, апай. Yes. Антивирус security, you are right. Басқаларыңызда таптық па, оқушылар? Theme of the lesson, яғни вирусқа қарсы қауіпсіздік, антивирусная безопасность, антивирус security. Lesson objectives, яғни бүгінгі біздің сабақтың мақсаты компьютер зияндарды, бағдарламаларын қорғау, защита компьютер от вредных программ, protecting your computer from malware. Look at the presentation and read the text. Who wants? Кім оқиды, балалар? Апай мен. Баста алғыз. Virus is a little computer program that destroys the files and automatically
and enter their copy-paste file and watch programs they can damage their own passing to other files. Plus, there are downloading the damage facts to practice. Яғни вирус дегеніміз басқа программалар мен файлдарға өз көшірмесін автоматты түрде кірістіре отырып, файлдарды бүлдіретін компьютерлік шағын бағдарлама немесе макрос. Зақымдалған мәліметтерді жедел жадқа жүктеуде, онда орналасқан басқа файлдардан өтіп, оларға зақым келтіре алады екен, иә? Yeah. Who wants тақтын оқиды, балалар? Нұржан? Antivirus translated from Latin language anti, opposite and virus, poison, protect from codes, have instruction and virus entering to the computer. Also, it Yes. protect from Dilnur. Dilnur дауысын қоса ғой. also it protected from dance programs and destroy operating system and the files. It's a program for variant zero speaking and project. Яғни антивирус дегеніміз латын тілінен анти қарсы немесе кері, ал вирус у деген мағынаны білдіреді екен, иә? Антивирус айтып тұрғандай компьютерге енген қауіпті нұсқаларды, яғни вирустардан қауіпті тудырғыш программалардан қорғап, операциялық жүйе мен файлдардың ластануынан және қайсы бір кедергі программалар көп кодтардан қорғайды. Ең бірінші вирус бізде 1986 жылы, яғни Brain ми атты вирус пайда болған екен. Оған қазіргі кезде вирусқа қарсы программалар, ол антивирус. Антивирустың қазіргі кезде ең көп тараған түрі 3 түрі бар екен, иә? Қандай екен, балалар? Dr. Web, Avast. Now watch the video related to Avast. Яғни қазір біз сабағымызға қатысты видео көреміз, иә? Watch and listen to carefully because I will ask some questions. Видеомызды мұқият көріп және тыңдаймыз, себебі артынан келмей сендерге сұрақтар қоямын. Yes, are you ready? Yes. www, the World Wide Web, a world of unlimited possibilities. You can shop, book a trip to a sunny beach, watch movies, listen to music, take care of all your banking, and maybe even pick up a date for Saturday night. The internet has become an indispensable part of our daily lives, both at home and at work. And the rapid development of the internet is further reinforced by the spectacular surge in the number of internet users who have a high-speed internet connection via ADSL or cable. This is resulting in a growing number of people who are continuously online. The internet has indeed opened up a world of unlimited possibilities, but it has also brought a growing number of threats. Not only the proper use of the internet is growing, the misuse and abuse of the medium is also growing at an alarming rate. There are countless viruses and worms that use the latest tricks to force their way into your computer. They often get into your PC silently, without you even knowing they're there. But once they're actually in your PC, they can wreak horrific destruction. Your computer is like your home. Unwanted guests can break into your home or your computer at any time and in any way, often without you even seeing or noticing them. Emails, for example, can provide an entryway for viruses to penetrate your computer. You simply receive an email with an attachment that perks your interest. A curiosity gets the better of you, and you open the attachment. And presto, the virus barges in and has unlimited access to every nook and cranny of your PC. These viruses are also expert at spreading and multiplying via all the addresses. But the emails aren't the only way that viruses get into your PC. Every time you visit a website or download free music or video files, you can contaminate your PC with dangerous installations or downloads. But viruses can do much, much more. They are so clever that they wreak all this havoc entirely on their own. They don't need your help.
All they need is your PC, and the rest takes place automatically. Worms, another group of nasty intruders, can also spread at devastating speed. Worms cleverly use the leaks in your computer programs, so they enter your computer whenever your PC is connected to the internet, even if you aren't at home. You could say that worms act as doormen, but the only problem is that they let in all kinds of unsavory characters that you would actually like to keep out. And if you could see them, you would be horrified at the riffraff that walks straight through the door. Yeah, like we said, they're intruders. Of all the intruders, bots are without a doubt the most ruthless. They install themselves on your computer, often with the aid of a virus or worm, and as it were, hypnotize your computer. From this moment on, you are the owner of a zombie PC. Once your PC is infected with a bot, it becomes part of a many-branching network of zombie PCs, all infected with the same bot, a botnet. It's annoying for you and dangerous for others, a breeding ground for criminal offences. From one central point, just one malicious person can order all the bots in the network to carry out the same task. For example, to paralyze a company's network or website. And they send more than 50% of all the spam sent worldwide. The repercussions of an attack by a network are obviously immensely greater, more effective, and more damaging than an attack from an individual PC. So if you don't protect your computer against bots, it can unwillingly take part in a collective attack of this nature. And while all of this is taking place, you probably won't notice a thing. Your PC will appear to operate normally, but behind the scenes it will be working overtime to carry out all kinds of undesirable activities. All of this paints a discouraging picture, just when you were feeling so positive about the endless possibilities provided by the internet and your computer. But the good news is that it's not as complicated as it sounds. You can secure your PC by following just 4 simple rules. Rule 1. Install and Have you watched the video? shop. Have you watched the video? Балалар, видеоны көріп біттік па? Yeah. The answer the questions, яғни сендерге сұрақтар қоямын. What is your virus? Вирус дегеніміз не? Virus allows computer projector they destroy the flies ultimate intervenes computer. How many types of viruses did you know from this video? Видеода қанша вирустың түрі айтылды? Қандай? Virus, worm. Yes. What types of antivirus did you know? Қандай антивирус түрлерін білесіңдер? Doctor Web, Каспийский антивирус. Avast антивирус. Yes. Next, learn the new words. Яғни жаңа терминдармен танысамыз. I will say you should repeat after me. Яғни жаңа сөздерді мен айтамын, сендер мен артынан қайталайсыңдар, иә? Вирус, компьютерный вирус, компьютер вирус. computer virus, Антивирус, антивирус. antivirus, Ұстағыш вирустар, вирусы лавышки, трав вирусыз. Логикалық бомбалар, логические бомбы, logical bombs. Құрттар, черви, worms. Троян аттары, троянские кони, троян horses. Детектор программалар, программы детектор, детектор программс. detector Ревизор программалар, программы ревизоры, аудит программс.
Sizge programmalar, programma filtri, program filters. Sizge Yes, good job. Now write this new words on your copybook. Балалар, мына жаңа сөздердің барлығын дәптерімізге жазамыз. Write this word on your copybook. Жазайық. Have you finished it? Болдыңдар ма, балалар? болмақ. Olay tezlik ballar. Daltınca sanlar. Have you finished it? Yes. If you have finished it, then let's have a rest. Егер тапсырманы орындап болсақ, онда біз кішкене сергіту сәтін жасақ, иә? Find the word. Мына біздің таблицада осы информатика пәніне байланысты 7 сөз берілген, және ішінде бүгінгі жаңа сабақтың тақырыптары қамтылған. Қандай сөздер шығады балалар? Қарандашпен сызып көрсету жеріндер. Yes, Аружан, антивирус. Ага, Аружан. Вирус. Молодец, Кейбард. Енді екі сөз қалды, иә, балалар? Иә. Принтер.
Yes, printer. Енді бір сөз қалды. Интернет. Интернет. Тағы бір сөз қалып қапты балалар. Яғни бүгінгі вирустың түрлері. Яғни былайынан жесек болады, көлденең. Yes, балалар. Warm, yes. Warm. Good job. Keywords, яғни сөздеріміздің жауаптары. Өшіре салыңдар, балалар. To conclude the lesson, we will do task of Google Forms. Яғни сабағымыз қорытындылау үшін Google формамен жұмыс жасаймыз. Сендерге қазір сұрақтан тұратын тест тапсырмасын жібереді. Балалар, білеміз ғой Google формада жұмыс жасау? Yeah. Yes. Тезірек орындап жіберейік, сендерге түсетін балалар. Be quick. Yes. Be quick, тезірек балалар. Аружан, Жаныбек, Ділнұр. Ек балалар, уақытымыз шектеулі. Шарбан. Орындап бітті. Ек. Жаныбек. Тезірек балалар. Тез, Алғыс, Аружан, Бақжан, Ғайша. Апай оң ола бере. Ысылқа жүрді. Нұржан орындапты. Алғыс. Ек. Балалар, тез етек. Ағырке. Аружан. Көлденай. Болдық па, балалар? Қаншыншы жылда? Қазір қатемен жұмыс жасап жіберейік, е? Ділнұр. Бір сұрақтан қате кетіпсің, е? Иә. Жарқын.
Үш сұраққа жауап беріпсің. Нұржан бір сұрақ, Алғыс бір сұраққа жауап беріпті. Гүлденай. Азат қызы Аружан дейді. Яғни сабақты дұрыс түсіндірді. Содан кейін Бақжан дейді. Бізде ең жақсы орындаған Шарбан, Жәнібек және Ақерке Аружан. Yes? Yes. Бізде енді Вен диаграммасы. Вен диаграммасын айтып жіберсек, балалар. Сабағымыз қорытындылау үшін. Вен Биологиялық вирус, компьютер вирус. ұқсастығымен айырмашылығы кім айтып жібереді, балалар? Биологиялық вирус ағзаларда болады. Аха, және де Компьютерлік вирус. Өзінен өзгеретін вирус, ол компьютерде ғаламтор желілерде болады. аха, Ал олардың ұқсастықтары өз-өздерінен таралады. аха, өзіне көбеюге қабілетті, иә? Иә. Айырмашылығы? Айырмашылығы Биологиялық вирус тірі ағзаларда, компьютерлік вирус өлі ағзаларда. Аха. Техника Good job, thank you. It's time of reflection. What do you learn at this lesson? Please give feedback. Яғни, біз бүгінгі сабақта не білдік, не үйрендіңдер, өз ойларын айтып жүрсеңдер. Апа, мен айтайыншы. Иә? Вирустың 3 түрі бар екенін білдік. Антивирус, доктор Уэт, Каспий. Каспийский, yes? жаңа Алғыс? Жаңа сөздерді үйрендік. Yes. Аха. Оның бәрі Айша? Шарбан? биологиялық вирус пен компьютерлік вирусты айыруды. Ой, айырмашылығын. Бәрін білдік, иә? Иә. Ақерке? антивирустың 3 түрін білдік және қашан шыққанын білдік. Ең бірінші вирус. Жаңа сөздермен таныстық содан. Аха. Thank you. Your homework is to learn new words. Яғни үй тапсырмасы, жаңадан берілген сөздерді жаттаймыз. Our lesson is over. Thank you for attention. See you on next Friday. See you next lesson. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Mhm.